Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай духовкада пісетін балықтың рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы оп-оңай, видеомды соңына дейін қарап көріңіздер. Керек заттарды описаниеге қалдырып жазып кетемін. Ең алдымен өзіңізге ұнайтын кез келген балықты осылайынан керек бөлшектерге бөліп алып, оған өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қосып, жақсылап маринадтаймыз. Менде бұл жерде тұз, паприка, балыққа арналған дәмдеуіш және қара бұрыш, одан кейін кептірілген жасыл шөптер. Соның барлығын қосып, осылайынан жақсылап бір-біріне жағып, әдемілеп қолымызбен маринадтап, бөлек алып қоятын боламыз. Балығымыз дайын болам дегенше, маринадталам дегенше қасына салмасын дайындаймыз. Мен осындай көкөністерді алдым: баялды, сәбіз, помидор, жуа, сарымсақ және картошканы алып, өзіңізге керек бөлшектерге әдемілеп бөліп турап алсаңыздар болады. Сіздерге қалай ұнайды, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Және ішіне тәтті бұрыш қоссаңыздар да болады, қырыққабат қоссаңыздар да болады. Кез келген дәмдеуіштерді қосып жасай берсеңіздер болады. Өздеріңіздің жаңағы жегіңіз келетін заттарды барлығын қоссаңыздар болады. Одан кейін осылайынан турап болғаннан кейін үстіне керек дәмдеуіштерімізді салып, үстіне май құямыз. Мен оливковый майын қостым. Егер сіздерде ол болмаса, кәдімгі майды құйып, жақсылап араластырсаңыздар болады. Одан кейін табамызға май құйып, астына кішкене осылайынан көкөністерімізді салып, үстіне балықтарымызды жақсылап қойып шығатын боламыз. Одан кейін міндетті түрде бетін фольгамен жабыңыздар. Сол кезде балықтарыңыздың соғы, яғни табаңызда қалатын болады. Аспанға ұшып, жаңағындай кеуіп қалмайды, жүмсақ болып, барлығы сочный болып пісетін болады. Одан кейін қызып тұрған 200 градус пеште 1-1,5 сағатта пісіріп аласыздар. Ол әркімнің пеші әрқалай, өзіңіздің пешіңізге байланысты. Негізі көбінесе майға қуырып жегенше, осылайынан пешке пісіріп жеген өте пайдалы. Особенно үлкен кісілерге, жаңағындай асқазан ауыратын, яғни диетада жүрген, бауыр ауыратын кісілерге осылайынан пеште жасап жеуге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Әр кезде менің новый рецептін шыққан кезде сіздерге уведомление болып баратын болады. Алдағы уақытта оп-оңай дайындалатын, тез және қолжетімді заттардан дайындалатын рецептімен көп бөлісетін боламын. Менің рецептім сіздерге ұнады деген үміттемін. Бұл балықты өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ұсынсаңыздар болады және кез келген гарнирмен ұсынуға болады. Баршаңызға ас болсын.